Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Көп жерде Магнум сауда орталығы жабылсын деп елдер шулап жатыр. Оны жабу үшін елдер Магнумға сауда жасауға бармай қою керек. Сонда ғана ол жабылады. Бірақ ол жабылмайды. Ол бір 10 күн жабады да атын өзгертіп Магнум емес Багнум деп жасасалады болды. Немесе ана өткенде бір Мұхар Яқып бір татар жігіт бір қазаққа тіл тигізген кезде елдің бәрі соның компаниясына жаңағындай бойкот жасап айқай шу болды. Айқайлап шулап 1-2 апта шулады, сосын ұмытты бәрі. Сол сияқты ертең бұл Магнумды да бәрі ұмытады. 1-2 апта өткеннен кейін кісілердің бәрі басқалары бара береді. Соған қарап басқалар да барады. Сондықтан бұл жерде басқа бір жолы бар. Бұл менің ойым супермаркетті жабу емес. Супермаркеттерді жабу емес. Менің ойым монополизацияға қарсы тұру. Глобализация, монополизацияға қарсы тұру. Қазақ бүгіні немен өмір сүріп келе жатыр? Заправкалар қазақтық емес. Үлкен-үлкен мекемелер, банктер, қазақмыз, Қармет комбинат сияқты үлкен мекемелер қазақтық емес. Халық немен өмір сүріп келе жатыр осы күнге шейін? Саудамен ғана. Сауда. Бізде завод, фабрика жоқ. 30 жылда завод, фабрика салмады. Тек қана сауда, такси, күзет деген сияқты. Енді мына сауда жағына келген кезде бүкіл Қазақстандағы үлкен қалаларда үлкен супермаркеттер ашып, монополизация жасап алған сауда орталықтарын азық-түлікпен қамтамасыз ететін халықты. Бұл барлығы бір адамның қалтасына кетіп жатыр десе болады енді. Өйткені жаңағы бүкіл Қазақстан бойынша супермаркеттердің хозяиндері біреу ғой. Бірақ адам байып жатыр, миллиардтап ақша тауып жатыр. Соны маңайында кішкентай бір дүкендер ашылған, оған кісілер нан алуға ғана, бір сүт алуға ғана барады, болды көбісі. Көп сауда жасамайды ондай жерлерде. Өйткені барлығы жаңағы үлкен супермаркеттер өздеріне жарнама жасап, әбден өздеріне адамдарды бейімдеп алған. Бұл монополизация дейді. Бүкіл әлем монополизацияға, глобализацияға қарсы тұрып жатыр. Сондықтан біз бүкіл халық болып, қоғам басшылары, зиялы қауым болып, парламентқа үндеу жасауымыз керек. Азық-түлік сауда орталықтары, супермаркеттердің ішіндегі сауда жасайтын алаңы максимум 150 шаршы метр болу керек. Одан көп болуға болмайды. Осыған біз талап қойымыз керек. Бұл глобализацияға, жаңағы монополизацияға қарсы жұмыс. Халықта көзін ашу керек, халықта жұмыстарын жаңағы жүргізіп, саудаларын жүргізіп, халықтың да жай жағдайы көтерілу керек. Егер барлығы монополизация жасалатын болса, бүкіл заправка бір адамдікі болатын болса, бүкіл супермаркет бір адамдікі болатын болса, немесе 2 адам, 3 адамдікі болатын болса, Қазақстанда 5 адам тұрмайды ғой. 20 миллион халық тұрады. Неге барлығы 2 адамдікі, 5 адамдікі болу керек, 10 адамдікі болу керек, немесе бір 100 адамдікі болу керек. Бәрі бөліп алған. Сондықтан осы монополизацияға қарсы осындай шараға біз барлығымыз атсалысуымыз керек. Ол үшін барлығымыз жаңағы парламентке хат жазып, осындай заң қабылдану керек. Сауда орталықтары азық-түлік сататын максимум 150 шаршы метр, яғни 150 квадратный метр ғана беру керек. Осыны қолдайық, барлығымыз осыны таратайық.